Құрметті қыздар, міне осындай домашний тәпішкені тоқуды үйрететін болам. Басы жабық түрі бұл. Бұның басын ашық түрінде тоқуға болады. Қазір бұл осындай бамбук табан. Өте сапалы. Бұның өзінің осындай арнайы тігілген жіптері болады. Осы жіптер арқылы біз осындай тәпішке тоқып шығарамыз. Ол үшін бізге қажетті осындай крючок, бір жағында 3, бір жағында 4 деген несі бар, размері бар. Бізге 3, біз 3-пен тоқимыз. Және де бізге қажетті осындай иран жібімен тоқсаңыздар да болады. Басқа да велюр жіппен де тоқсаңыздар болады. Жібек жіппен тоқсаңыздар да болады. Міне иран жіпті осылай 2 қабаттап алып, біз қазір осы тәпішкені осылай айналдырып шығамыз. Дәл осындай қылдырып айналдырып шығамыз. Содан кейін барып, мына жерден подъем шығарамыз. Подъемнан кейін барып, мына жерден узор кетеді. Бірінші мынаны қалай тоқыдық? Дәл сондай мынаны бүйтіп теңестіріп алуға болады. Бұл айта кететін жайт, бұл табандар мынау 38 размер деп белгіленгенімен, бұл аяғы үлкен адамдарға, мысалы жалпақтау адамдарға, мысалы ол 36 размер, 37 размерге шағып келеді. Бұлар маломерка жүреді. Сондықтан қазір бастаймыз. Әрдайым осы табанды бастаған кезде оң жағынан бастаймыз. Оң жақ аяқты тоқсақ та, сол жақ аяқты тоқсақ та, оң жағынан бастау қажет. Қазір біз мына тігілген жіптен өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз. Иран жіпті өткіземіз осылай. Бір петля жасап аламыз қазір. Бір петля жасап аламыз. Бір петля жасап аламыз. Мына қалдық жіпті осылай күрчектің үстінде тоқып, осы жерде ішіне тоқып жібереміз. Бір петлядан бір сары жіптен 2 петля шығарып отырамыз. Бұл жерде ешқандай накидсіз тоқып шығамыз. Міне бір іліп алдық. Енді дәл сол петляның жанынан тағы да бір петля жасап аламыз. Мына қысқа жіп ненің үстінде, күрчектің үстінде қалады әрдайым. Міне екінші петлядан өткіздік. Мына жіпті, кішкентай жіпті үстінде қалдырамыз. Жұмыс жібімізден іліп аламыз да петля жасаймыз. Тағы да бір іліп аламыз. Петля жасап, осылай толығымен осы тәпішкені айналып шығамыз.
иран жіппен тоқсаңыздар да болады, басқа жіппен тоқсаңыздар да болады. Әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Мен дәл қазір иран жіппен тоқуды көрсетемін. Мына жіпті осындай артық осылай біраз тоққаннан кейін қиып тастасаңыздар да болады. Еш қиындығы жоқ. Мінекей осылай қазір барлығын айналып шығамын да, ары қарай подиум тоқитын кезде көрсететін боламын. Мінекей мен айналдырып шықтым тоқып. Енді біз мына жерден екінші нені табанмен былай теңестіріп аламыз да, не болмаса осылай қолымызды қойып, алты ел алып, сонымен өлшесеңіздер де болады. Мен қазір мына жерден теңестіргенде мына жіппен теңестірсеңіздер де болады. Қазір подиумды шығарамыз. Сонда мына жерден кеп тұр менікі. Не болмаса мына сызықтармен санауға болады. Мына жерге дейін санап аласыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне 12-шіден мен қазір бастаймын. Осы жерден. Бізде қазір осындай столбик знакидан болады. Бұлай бір өткізіп аламыз. Бір мына жіп, қалдық жіп осы жерде осылай тоқылып кетеді. Әрдайым осылай тоқылып кетеді. Оны білесіздер, е? Келесі петляны өткіземіз. Келесі петляны өткізген кезде біз қазір накид жасаймыз. Келесі петлядан өткіземіз. Іліп аламыз. Накид жасаймыз. Өткізіп аламыз. Бізде 3 жіп болды, соны бір жіп шыққанша тоқимыз. Тағы да іліп аламыз. Екінші өткіземіз. Екінші петлядан іліп аламыз, өткіземіз. Әрбір петлядан тоқып, осындай накидпен тоқып отырамыз. Бізде бұл подиум деп аталады.
мінекей столбик с накидом тоқып жатырмын. Өткіземіз. Іліп аламыз. Мінекей осындай бізде подъем шығу керек. Осындай подъем шығу керек бізде. Осы подъемды осылайынан осы жаққа дейін айналып шыққанша тоқимыз, содан кейін ары қарай көрсетем. Мінекей мен мына жерге дейін подъемды тоқып келдім. Енді былай айналдырамыз да. Айналдырамыз. Қайтадан артқа қайтамыз. Артқа қайтқан кезде бір подъем жасаймыз. Сосын әрбір петлядан жай ғана накидсіз тоқып шығамыз. Соңына дейін әрбір петлядан ешқандай накид жасамаймыз. Жай тоқумен осылай тоқып шығамыз. Осылай тоқып шығамыз. Содан кейін узорға көшеміз. Узорды қазір басқа жіппен тоқимыз. Мен әртүрлі болсын деп, өзіме ұнаған жіптермен тоқып жатырмын. Егер де сіздер басқа бір түсті однотонный қылып тоқимын десеңіздер, олай да болады. Әдемі болады. Кімге қалай ұнайды, солай тоқи береді. Тек қана осы тоқу техникасын дәл осы видеодағыдай қолдансаңыздар, ешқандай қателік кетпейді. Дәл осы тоқу техникасымен тоқып, әртүрлі жіптер қолдана берсеңіздер болады. Әрбір адамның фантазиясы әртүрлі болғандықтан, әрбір адам өзіне ұнағанын, қалағанын жасап алады. Тоқыманың ең бір осындай пайдалысы, қызықтысы, адамға бір жігер береді. Осындай тоқыма тоқудан адам өзіне бір психологиялық тыныштық алады. Қазір мен аны соңына дейін тоқып шығам. Содан кейін сіздерге мына жерден узорды қалай бастайтынын көрсететін боламын. Видеоның жалғасын күтіңіздер. Мінекей мен мына жерге дейін аяқтадым. Енді бұл жіпті біз аламыз да, қазір түйіп тастаймыз да, қиып тастаймыз. Түйгенде осылай өткізіп, осылай ақырын әдемілеп түйіп тастаймыз. Артығын осылай жерден осылай қиып тастаймыз. Мына қалған жіпті сосын біз мына жерге ақырын көрсетпей тоқып жібереміз. Енді біз қазір мынадай ерін жіппен екі қабаттап, осындай түспен алып, ортасынан узорды бастаймыз. Қалай жабылатынын бастап көрсетемін.
мынамен былай теңестіріп алуға да болады, бағана айтқанымдай. Болмаса бір қазір біз осылай бастаған кезде міне 1 2 3 4 5 6 петля 6 узор шығаруымыз керек. 6 узор, одан кейінгі узорымыз біздің 1 2 3 4 5 6 7 болу керек. Узорымыз барған сайын өсіп отыру керек саны. Соны ескере отырыңыздар. Ең алдымен, ең бірінші қазір біз 6 узор жасап алуымыз керек. Алдымен біз мына жерден санап алуға да болады. 6 узор шығатындай. Бір петля өткізгеннен кейін, іліп алғаннан кейін бірінші узорды бастаймыз, бір петля тастаймыз, тағы бір узор жасаймыз, петля тастаймыз, солай тоқитын боламыз. Қазір тоқу барысында көрсетем. Қазір міне мен осы жерден бастайын деп тұрмын. Былай жіпті өткізіп аламыз. Бір өткізіп аламыз. Осылай өткізіп аламыз. Мына жіпті біз мына жерге тоқып жібереміз. Бұл әрдайым қазір осы бірінші тоқу барысында осы жерде ненің үстінде тұрады, күрчектің үстінде тұрады. Содан кейін қазір біз былай істейміз. Міне бірінші іліп алдық. Жұмыс жібімізді бір тоқып аламыз. Мына жерден бір петляны тастаймыз да, екінші петлядан бастап тоқимыз. Қайталап айтайын. Бір іліп алдық. Мына жерде бір петляны тастаймыз, екінші петлядан бастаймыз. Узор бастаймыз, бір іліп аламыз. Бір петляны тастадық, екінші петлядан іліп аламыз. Мына жіпті ортасына қалдырып кеттік. Міне жіпті шығарамыз, екі жіптен, тағы да екі жіптен шығарамыз. Дәл осылай тағы бір рет іліп аламыз. Дәл жаңағы узор шығарған жерден қайтадан бір өткіземіз. Тағы бір шығарамыз. Тағы да бір шығарамыз. Міне бізде бірінші узорымыз шықты. Енді қайтадан іліп аламыз. Мына жерде бір петляны тастаймыз, екінші петлядан іліп аламыз. Узорды осылай тоқимыз. Осындай бізге узор, 6 узор керек. Бір петля тастаймыз, екіншісінен тоқимыз. Бұл узордың ешқандай қиындығы жоқ. Бір рет қол үйреніп алғаннан кейін оңай. Мінекей 1 2 3 узор тоқыдық. Мына жіпті осылай тартып отырамыз. Бір петля тастаймыз, екіншісін тоқимыз. Тағы бір сол жаңағы узор жасаған жерден тағы бір өткіземіз. Мінекей 4-ші узорымыз шықты. Қазір біз мына артық жіпті кесіп тастайық. Тағы бір өткіземіз, бір петля тастаймыз, екінші петлядан.
тағы бір өткіземіз. Бесінші узорымыз болды. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы бір өткіземіз. Бір іліп аламыз, бір петляны тастаймыз, екіншісінен 6-шы узорды шығарамыз. Алтыншы узорды шығардық. Мінекей. Енді мына жерден бір петляны бір петляға өткізіп, осылай ешқандай петля іліп алмай, осыны осылай шығарып түйіп тастаймыз. Бұл біздің бірінші рядымыз бітті. Түйгенде біз осылай аяқ киімнен өткіземіз. Мінекей, бірінші узорымыз шықты. Бірінші рядтың узоры шықты. Енді екінші рядқа келгенде біз мына жіпті осылай теңестіріп аламыз да, осы жіп осы жерге тоқылып кету керек. Сонымен, былай істейміз. 1, 2 петля қалдырамыз, үшіншісінен тоқимыз. 1, 2 қалдырдық, үшіншісінен іліп алдық, үшіншісінен іліп алдық. Жіпті қатты тартпаймыз. Мына жіпті егерде біз оны бүйтіп қатты тартып тастасақ, онда біздің тәпішкеміз осылай тартылып тоқылады. Егерде біз оны теңестіріп, не болмаса қатты бос жіберсек, мысалы, онда тәпішкеміз кең болып кетеді. Сондықтан дәл осындай қатты не қыспай, не босатпай, осылай бір петля іліп аламыз. Накид жасаймыз. Жаңағы бірінші іліп алған бірінші петлямен узордың арасынан тағы бірінші узорымызды бастаймыз. 1, 2, 1, 2. Мінекей, бірінші узорымыз пайда болды. Енді екінші узорды біз мына екі узордың ортасынан өткіземіз. 1. Сонда бізде шахматный порядокта узорымыз шығады. Әдемі болады өте. Мінекей, басында әдемі емес сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ тоқи келе, қол үйрене келе, көз үйренеді, өте әдемі болады. Міне, үшінші узор шықты. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6 узор шықты. Міне, енді міне 7-ші узорды біз бір узормен мына аяқтаған петляның ортасынан аламыз. Міне бір соңғы узор, бірінші рядтың 6-шы узормен соңғы петлясының арасынан аламыз, іліп аламыз, ортасынан өткіземіз. Мінекей, жаңа біз мына басында
2 петля тастадық, міне 1 2 екінші рядта бастардың алдында 2 петля қалдырдық. Дәл солай мына жерден 1-2 петляны тастаймыз да, үшінші петлядан өткізіп, ешқандай накидсіз осылай өткізіп аламыз. Осылай өткіземіз де жібімізді түйіп тастаймыз. Осылай түйіп тастаймыз. Енді әрі қарай үшінші рядты бастар кезде тағы да осылай жіпті теңестіресіздер де 2 петля тастап, 1-2 петля тастап, үшінші петлядан бастап әрі қарай тоқисыз. Дәл солай мына жағына келгенде 2 петля тастап, үшінші петлямен жабасыз. Егер де сіз шатасып 1 петля тастап, екінші петлядан жапсаңыз, онда сіздің тоқымаңыз, узорыңыз қисайып кетеді бір жағына қарай. Сондықтан осы тоқу техникасына жақсылап мұқият қарап, мұқият орындаңыздар. Енді қазір мына жерде мен неше ряд жасадым? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ряд жасаппын. Осы 10 рядты жасағанша 10-шы рядқа дейін сіздер тоқып келгенше 10-шы рядта кездесеміз. Мінекей мынадай тәпішкені тоқып аяқтадым. Енді ары қарай бізге қажетті осындай ирек түрін көрсететін болам. Сонымен тәпішкеміз аяқталады. Қазір біз оны бір қабатты жіппен тоқимыз. Өткізіп аламыз. Петля жасап аламыз. Содан кейін мына жіпті осылай қалдырамыз. Іліп аламыз бір. Бұны біз накидпен тоқитын боламыз. Әрбір петлядан бір столбик с накидом шығарып отырамыз. Әрбір петлядан столбик с накидом шығарып отырамыз. Дәл осы видеодағы техниканы қолдансаңыздар, тәпішке ешқандай да қисық болып не болмаса, кең болып не тар болып шықпайды. Ол тоқу техникасына байланысты. Тоққан кезде тек қатты қысып, не қатты бос ұстамасаңыздар болды. Әрбір петлядан бір столбик с накидом шығарамыз. Видеоны көп созбай, мен соңына дейін тоқып шығайын, содан кейін ирегін көрсететін болам. Мінекей айналдырып тоқып шықтым. Столбик с накидом тоқып шықтым. Жай тоқумен де тоқып алсаңыздар болады, тек қана 2 рет айналу керек болады. Қазір мен көрсетемін сіздерге шетіне гүл секілді қылып шығару жолын. Әрбір петлядан тағы да әрбір петлядан өткізіп тоқитын боламыз.
столбик с накидом. Бір накидпен тоқимыз. Әрбір петлядан өткізіп отырып, столбик с накидом. Бұны істемей қоюға да болады. Бұл тек әдемілік үшін. Осылай. Бір. Екі петля болды. Үшінші. Төртінші. Бесіншіге келгенде 5 накид. Сонда ол шеті ерек болады. Видеоны көп созбай, соңына дейін тоқып шығайын, сосын көрсетейін. Мінекей, осындай шетіне ерек салып шықтым. Енді мына жерден түйіп, мына жіпті мына жерге ақырын білдірмей тақып қоямыз. Осындай тәпішке болып шықты менде.